Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Кальмар ойындары. Бұл серия жер жүзіндегі бар жанның назарын өзіне аударып, бірінші маусымы Netflix-тің бар жоғы рекордтарын бұзып, мол табыс пен атақтанға кенелген еді. Иә, оған татитын сапасы мен керемет концепция өзгешелік бұл фильмде бар. Сондықтан бүгінгі видео Кальмар ойындарына арналады. Кальмар ойындары шын өмірден алынған ба? Желіні шарлап жүрген мына суреттер қайдан пайда болды? Оңтүстік Корея үкіметі көптен нені жасырып отыр? Олардың айтқысы келмейтін қандай шындықтары бар? Желіні шарлаған мына бір суреттердің бірін көрген боларсыз. Кальмар ойындары шын өмірде деген бұл суреттер шынай ма, әлде тағы да бір AI ма? Осы сұраққа жауап іздеп мен зерттеулерді бастадым. Іздей келе бұл суреттегі жер Brothers Home деп аталатын таптым, және де бұның тарихы мен ойлағаннан да сұмдық екенін де білдім. 1980 жылдары Оңтүстік Кореяда мыңдаған біркелкі спорттық киім киген адамдарды қаладан алыс жерде қамап ұстап, зорлық-зомбылық пен құлдық жұмысқа салып, арасында ажал ойын ойнататын болған. Тоқта, бұл іс қалайша орын алды? Бәрін басынан бастайық. 1980 жылдары Оңтүстік Кореяда бұрын соңды болмаған өрлеу мен өсу басталды. Елдің экономикасы көтеріліп, ел еңсесі әлемнің алаңында жоғарылады. Сол жиналған әл-қуатты көрсету үшін Кореяда 1986 жылы Азия Олимпиадасы, ал 1988 жылы әлемдік жазғы Олимпиада өтетін болды. Тамаша. Ел ішінде қызу дайындық. Өз елінің жақсы имиджісін қалыптастыратын бірден бір мүмкіндік. Бірақ бір мәселе бар. Мына үйсіз-күйсіз адамдарды не істейміз? Елге әлемнің әр бұрышынан қонақтар келгенде бұлар ішіп жеп көшенің қағартосында сасып жатады ма? Әрине жоқ. Үкімет қандай да бір амалмен бұл сұлуларды қонақтарға көрсетпеу керек. Солайша осы істі үкімет Парк Кин Хе деген адамға тапсырады. Ол адамның жобасында үйсіз сұлуларды қаладан алыс бір құрылыста ұстап түзету орталықтарын ашу болған. Ол жерде олар үйсіз адамдарға қарапайым мамандықтарды игертіп, үйретіп, жаман әдеттерінен арылтып, түзу адам қылып шығару керек болған, негізі болған. Сонымен құрылыстар салынды, полицейлер жүздеген адамдарды алып келді, оларға жұмыс істетіп бастады. Үкімет әр адамға ақша бөлген. Ол сұлулардың үстіндегі мына бір керемет аутфитке және ішетін асы мен жататын орнына. Солайша бұл жоба Парк Кин Хеның басына керемет бір ой салады. Үкімет маған әр адам үшін ақша береді. Мен оларға жұмыс істеткізем, олар айлық алмайды. Оны мен алам. Үкіметтің өз жобасы ғой. Полицияда менің жағымда. Тоқта. Неғұрлым көп адам келсе, үкімет маған соғұрлым көп ақша береді. Және олардың айлығы бар. Және маған заң жоқ. Осылай сұмдықтар басталады. Үйсіз көшеде қанған адамдардың барлығын түгел алып келді. Бірақ олардың саны 400-500-ден аспай қояды. Оған көңілі толмаған Парк Кин Хе жалғыз жүрген әшейін қарапайым тұрғындарды әкелуді тапсырады. Көшеде ішіп кетіп бара жатсаң, жалғыз өзің серуендеп жүрсең, олар сені алып кетеді. Алғашында әкелген адамдардың көбісі орта жастың немесе кәрі адамдар болған. Әрине жұмыс күшіне жастар өте пайдалы және өнімді. Сондықтан ендігіден бастап неғұрлым жас адамдарды алып келдіңдер деп тапсырады. Жас дегенде қалай? Мысалға 6 жасар Хан Джон Сун. Білмеймін, қалайша полицейлердің көзін 6 жасар бала құлдық лагерге жарамды көрінгенін, бірақ ол байқұсты небәрі 6 жасында әпкесімен бірге полицейлердің өздері ұрлап кеткен. Ал бұл лагердің ішінде не жаманның бәрі болатын болған. Өте тар жерде жатады, ауа мүлде жоқ, берген тамақтары иттің жемі, құлдық жұмыс, ұрып соғу ол әшейін сән, және сорақысы әйелдер қыздарды күшпен батады. Ол түк емес, олар менің гей батады. Шалқайған, тоңқайған батады, және балалар. Қысқасы, тірінің тозағы. Ал енді осының бәрі аз болып отырғандай, лагерде адамдарға әлгілер ойындар ойнататын болған. Ол ойындардың түрі мынандай. Жүздеген адамдарды төсектерінен, аяқтарынан салбыратып қойып, кім ұзақ шыдайды деген. Бірде құлап қалған адамдарды өлтіріп сабайды, немесе кәдімгідей өлтіреді. Ал жеңімпаздар болса, әдетте беретін бір нанға екінші бір нанды қосып алады. Осы сияқты неше түрлі басқа сыймайтын ойындар болған.
Ал мына жақта балалары із-түзсіз жоғалған ата-аналар балаларын қанша шағымданып, қанша іздесе де, полиция тиісті қызметкерлерден мүлде көмек ала алмайды. Өйткені әрине қылмыскерлер өздері ғой. Бірақ ата-аналар өз беттерімен іздеуді мүлде тоқтатпайды. Соның нәтижесінде 1981 жылы жұмысын бастаған түзету лагерінің құпиясы ашылып, ата-аналар оны тауып, 1987 жылы толығымен жапқызады. Жабар кезінде ол лагерде 4 мыңға жуық адам болған, және олардың 90% мүлде үйсіз күйсіз көше қаңған адамдар емес, жазықсыз тұрғындар болған, және балалар. Және де ресми мәліметтерде осы лагерде 600-ден астам адам көз жұмған деген дерек бар. Бірақ бұл лагерден тірі қалған құрбандар бұл сан әлде қайда көп екенін айтады. Бұл жерде кейде күніне мыңдап адамдар өлгенін айтқан. Сол кезде небәрі 6 жаста болған Хам Джон Сун балалық шағының көбісін осындай сұмдықта өткізген. Көрген зардабы мен алған травмасын елестету өте қиын. 30 жыл өтсе де әлі көзіне жас алып еске алады. Кальмар ойындағыдай киімдер, бірдей қабырға, жататын орындар және ең бастысы ажал ойындары. Құсастық көп. Және кальмар ойынының бірінші маусымында полиция құжаттарды тауып алады ғой. Сонда қазіргі болып жатқан ойын 33-ші реткі ойын екені, және алғашқы ойын 1988 жылы болған деген құжатты көреміз. Ал мына біздің ойын 1987 жылы жабылған. Бұл да сәйкестік дегенге келмес. Сөзсіз кальмар ойынының авторы бұл оқиғадан идея алғаны. Бірақ автор тарапынан ешқашан ресми ақпарат берген емес. Әрине бұл ақпарат фильмнің бет-беделіне әсер ететіндіктен де шығар. Бүгінгі баяндаған оқиға фильмнің авторына көптеген идея салғаны анық, бірақ басты айырмашылық мағынасында. Бұл оқиғада елдің беделі үшін деп қате асығыс жасалған жоба, осыны пайдаланған қатыгез ашкөз адамдар жайлы болса, ал менің ойымша кальмар ойыны қазіргі қоғамның айнасы сияқты. Фильмде көп ақшаның мұқтаждығы мен қарызға першесінен батқан адамдар өз өмірлерін өлімге тігіп, ақша үшін ойындар ойнайды. Бұл адамдар қалайша мұндай жағдайға түсті? Кейбіреулерінің өмірінде аяқ асты орын алған жайсыз жағдайларға байланысты болса, көбісі бар ақшасын бәс пен құмар ойындарға құртып, қарызға першесінен батқандар. Жай ғана біздің басты кейіпкер мен оның досы ат жарысқа ақша тігіп осындай жағдайға түскендер.